Пайғамбардың Ібліспен әңгімесі. Bir күні Мұхаммед пайғамбар достарымен сұхбаттасып отырғанда тыстан: "Я Алланың елшісі, маған ішке кіруге рұқсат ет" деген бір жағымсыздау дауыс естілді. Пайғамбар қасындағыларға қарап: "Кім келіп тұрғанын білесіңдер ме?" деді. "Жоқ" деді сахабалары. "Бұл малғұн Ібліс, маған сырларын ашуға келді" деді. Мұны естігенде Әзіреті Омар: "Я Расулалла, рұқсат етіңіз, оны шауып өлтірейін" деп қылышына жармасты. "Әй Омар, тоқта. Ұлық Алла оған қияметке дейін ғұмыр берген. Алланың жазмышын өзгерту пендесіне қол емес. Шын мұсылман өмір сынағында сайтанды күресіп жеңуі тиіс. Сөз жоқ, сайтан бізге дұшпан. Біз оны дұшпандыққа ұстаймыз. Бірақ ол болмаса, шын момынның мықтылығы дүниеде анықталмайды" деді. Сосын есік жаққа бұрылып: "Кір" деді өктем дауыспен. Рұқсат алған соң Ібліс ішке кірді. Түрі мыжырайған шалға ұқсаған, көздері алақ-жұлақ еткен, басы пілдің басы сияқты, шашы жалбыраған сирек-сирек, еріндері салбыраған, теке сақал сипатындағы шайтан босағадан аттады. Пайғамбар: "Неге келдің, шаруаңды айт" деді. Сол кезде Ібліс: "Мен Алланың есімі ұлықталатын жерге келе алмаймын. Оның әрбір есім айтылғанда басыма шоқпар тигенде есеңгіреймін. Ал кәлиманы үздіксіз қайталағанда тұла бойыма найза шаншылғандай жаным көзіме көрінеді. Осы отырған халімде сендердің Аллаға деген ықыластарың менің жүрегімді сығып тұр. Зорға тыныс аламын. Алланың қалауымен ғана амалсыз осы жерге келдім. Бүгін менде ерік жоқ. Қандай сұрағың болса да өз сырларымды өзім ашуға мәжбүрмін" деді. Пайғамбар Алланың бұл нығметіне іштей шүкіршілік етті де сұрағын бастап кетті. "Я малғұн, бұл дүниеде кімді жек көресің?" деді. "Я Мұхаммед, сенен артық жек көретін адамым жоқ. Мен саған дейінде мұншалықты сорлы кейіпке түсіп көрмеппін. Құран түскелі итқорлықты бастан кештім. Кәлима келгелі соққы мен тепкіден көз ашпадым. Адам ұрпағына арнап қазған терең орыларым бір жылда көмілді де қалды. Құрандағы дұғалар ең мықты сиқырымды сындырды" деп жалыната күрсінді. "Тағы кімді жек көресің? Әділдікпен ел билеген патшаларды, іліміне амал қылған ғұламаларды, Алла жолына мал жұмсаған жомарттарды, сахар тұрып хаққа жылаған тақуаларды жек көремін. Кіммен өш боласың? Несібесін адалдан табатын, үнемі Құдайға шүкіршілік ететін адамға өш боламын. Аңдыған дұшпаның кім? Арамды ауызға салмайтын жүрегі таза момындар, Тәңір үшін тауазы болып, мінезін кібірліктен тазартқан жандар, хақтың жолында дос болғандар, ел жұртына өнеге, насихат айтқан қариялар, ықылас пен ізгілікті мұрат еткен ақ жүректер. Шынайы құлшылық сені қандай күйге түсіреді? Безгек дертіне ұшырап тұла бойым тітіркенеді. Момынның көзінен жас аққанда мен бейне мұхит суына тұншыққандай күй кешемін. Аптап ыстықта ораза ұстап ауыз бекітсеше, қол аяғым байланып ауыз ашқанша тар қапасқа қамалам. Құран оқығанда қандай жағдайда боласың? Тұз суда қалай ерісе, қорғасын отта қалай балқыса, мен де сондай күйге түсемін. Таза пейілмен садақа берсеше, риясыз садақа мені қылышпен екіге бөліп тастайды. Неге олай? Себебі садақа берген адамның мал мүлкіне береке дариды. Алла тағала оның риясыз садақасын жаһаннамға өткізбейтін биік дуал етіп тұрғызады. Ол пенде қаптаған бәле жаладан аулақ болады, мизамда таразысы ауыр басады. Уа малғұн, сүйікті достарың кім? Өсім қорлар, жанашыр жақының кім? Зинақор мен өтірікші, сенің құлдарың кім? Айықпайтын маскүнемдер, құрметті қонағың кім? Ұры-қары, сырласың кім? Сиқыршылар, кімдер саған шабыт сыйлайды? Талақ айтып ақ некесін бұзатындар. Сүйіктің кім? Құлқынның құлы болып тағаттан мақұрым қалғандар. Қазынашың кім? Зекетсіздер, кімдер саған бақыт сыйлайды? Ақылы маталған надандар. Тәніңді кім паршалайды? Тәубе қылып тура жолға бет бұрғандар. Бауырыңды не өртейді? Тәңір үшін кешірімшіл адамдар. Жүзің неден қараяды? Жасырын берілген садақадан. Не нәрсе сені буындырады? Саған салауат жолдаса, буына бастаймын. Жолыңды кімдер байлайды? Жомарттар. Құрған тұзағың неден құриды? Ғалымдардың сұхбатынан. Әбубәкір Сыдық туралы не айтасың? Ол надандық дәуірінде маған мойынсұнбаған еді. Исламға кіргеннен кейін иманның шырағына айналды. Омар туралы ше, оны көрген жерде жан ұшырып қашамын. Ал Оспан ше, одан қатты ұяламын. Әли жайлы не дейсің? Күні түні Әли мен Әлиден аулақ жүрсем екен деп тілеймін. Сенің де Раббыңнан сұрап алған нығметтерің бар ма? Мен Алланың дәргейінен қуылар кезде 10 түрлі нығмет сұрадым. Біріншісі, адам баласының арамнан жиған малына ортақпын. Екінші, бісмілләсіз ішкен асқа араласам.
кімде-кім арам іске ниет қылса, оның атын қамшылаймын. Адамға көрінбеймін, қияметке дейін өлмеймін. Жүректен жай сұрадым. Адамның қанында ағып жүремін. Ғұсылсыздың көмейіне ұя салам. Қалауымша көбей аламын. Дүниеге үстемдікті мен жүргіземін. Алла сұрағанымды түгел берді деді. Сол кезде пайғамбар: ей ібліс, біраз сырың ашылды. Осы сұхбат талай тақуаның сабақ алуына себеп. Олар сені діңкелетуді шебер меңгереді, бақытты ғұмыр кешеді деді. Шайтан миығынан күліп: я Мұхаммед, мен де қарап қалмаспын. Қияметке дейін адам ұрпағын азғырамын деген сертім бар. Үмбетің тұрмақ арғатаң адам пайғамбарды пейіштен шығарғанмын. Сенің үмбетің түспей қоймайтын бір қақпан бар. Мен оларды Алланың разылығына емес, адамдардың мақтауына үйір қылам. Кез келген амалына рияны араластырамын. Рия олардың амалдарын іріген сүттей ыдыратады. Бұл риядан құтылса, Алланың ықыласты құлдары ғана құтылады деді. Ықыласты құлдар кімдер? Кез келген құлшылығын оңашада өтейтін момындар. Ондайлардың оң қолы зекет бергенде, сол қолы зекеттен бейхабар болады. Олар Құдайдың дидарына ғашық болады. Сахар тұрып зарлағанда көзінің жасы бетін жуады. Күн сайын алатаңды иллалламен қарсы алады. Олар мақтау сөз естісе, денесін балталап жатқандай азап күй кешеді деді. Пайғамбар малғұнның сырларына біраз қанық болған соң, одан тезірек құтылмаққа асықты. Менің сұрағым бітті. Енді жолыңнан қалма, кете бер деді. Сайтан зып беріп жөнелді. Ол көзден ғайып болған соң, пайғамбар қасындағы серіктеріне бұрылып: ана малғұнның не деп кеткенін естідіңдер ғой. Ешқашан шынайы құлшылыққа жетпей, азғырудан аман қаламын деп күтпеңдер. Кез келген салих амалыңа рия араласса, бәрі бекер болады. Дүниенің мысалына қараңдар. Дихандар ала жаздай белін жазбай еңбек етеді. Күзде қырман-қырман астық жинайды. Қамбаға сақтайтын күні бір шырпыдан от шығып, қырман өртенетін болса, бір жылғы еңбек зая кетеді. Адам ғұмыры да солай. 60 жыл құлшылық қылады. Өмірінің соңында көңілін мастық пен мақтан билейтін болса, бәрі күйді деген сөз. Рия мен мақтан бүкіл жақсылықтың соры. Сондықтан ықылас құлшылықтың ішіндегі құлшылық. Рухты шыңдағанда ықыласқа жетпей, пейішке де жол ашылмайды деді.